Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Видео ұнаса әрі қарай көріп, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдыңғы видеода сіздерге уәде еткендей, бүгін сіздермен ыстық қазанның немесе шәйнектің астына қоятын төсеніш, немесе оларды ұстайтын ұстағыш бұйымын тігіп үйренетін боламыз. Бізге қажет сол алдыңғы видеомызда құраған мозаика құрағымыз, оның көлемі 16 сантиметр, және бізге материал бір жұмсақтау, өте жұқа емес, және сыртын қаптайтын шытматамыз керек болады. Менде мұнда қалған шытмата бұрышына жетпей қалды, бұлай үш қылып қосып жіберетін болдым. Лента жасап аласыздар. Өздеріңізде қалған ленталарыңыз болса, соны жасата берсеңіз болады. Мен бұлай жасай салдым. Енді ішкі матамызды ортаға қойып, бір-біріне беттестіріп, ортасын айналдырып тігіп шығамыз. Келесі мата тіккенде жылжып кетпеу үшін. Енді шытымызды қойып, айналдырып тігіп шығамыз. Бір бұрышына келген кезімізде бағанағы жасаған лентамызды, ілмегімізді қойып, ішке қарай кіргізіп, тігіп жібереміз. Шетіндегі артық маталарды қиып алып тастаймыз. Бағана құрақ болған жеріміз ортасы ашылды, сол жерден бұйымымызды оң қаратып аламыз. Тағы да бір бастап тігіп шығамыз. Келесі видеода сіздермен ыстық шәйнектің үстіне жапқыш тігіп үйренетін боламыз. Видеоны міндетті түрде көріңіз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше.